Маңғыстауда өзге ұлт өкілдері арасында қазақ тілін үйренуге деген қызығушылық артып келеді. Осы бағытта Достық үйі жанынан құрылған Жаңғыру жолы өңірлік штабы белсенді жұмыс істеп жатыр. Онда 300-ге жуық ерікті бар. Қазақ тілінде еркін сөйлейтін жастар өзге ұлттардың да қазақ тілін білуіне үлес қосып жүр. Әріптесім Мөлдір Батырбай сөйлейді. Ақтаудағы Жаңғыру жолы штабы осыдан 6 жыл бұрын өз жұмысын бастады. Мақсат этномәдени бірлестіктер арасында берік байланыс орнатып, отанға деген сүйіспеншілікті арттыру. Мұнда келген әр ұлт өкілі өз мәдениеттерінің ерекшелігін танытуға атсалысады. Сондай-ақ қазақ тілінің мәртебесін арттыруға да басымдық беріледі. Қазіргі таңда тілге деген басымдылық, яғни қазақ тіліне деген басымдылық беріліп жатыр. Ана тілінің мәртебесін көтеру аясында бізде курстар өткізіледі. Бізде қазақша білетін, қазақ тілін еркін жетік меңгерген жастар өзінің қасында білетін өзінің достарына, өзінің кішігірім таныстарына сол тілді насихаттап, бізде мына шараларға келгенде, басқа да шараларға қатысқанда басым көпшілігі қазақ тілінде сөйлеп, қазақ тілінде халық алдына шығады. Қазақстан, пай ардағым-ай, сен мен шолпанымсың жанған ұдай, өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, өлмейтін махаббатым, арманым-ай. Мұқағали Мақатаевтың 3 бақытын айтып тұрған қырғыз қызы осы штабтың мүшесі. Жазира үшін білгенмен бөлісу күнделіктіс. Ол осылайша құрбы-құрдастарын ақиық ақынның өлеңдерімен сусындатады. Қазақ ақын жазушыларының туындыларына деген қызығушылығы 4-ші сыныптан басталған. Содан бері оқып сызудан жалыққан емес. Оның қазақ тіліне деген құрметінің артуына әкесі сеп болған. Қатарластары да өзі сияқты тілге деген құрметтің маңызын түсінсе екен деп тілейді. Әрбір адам өзін тілін құрметтесе екен деп тілеймін. Маған әкем айтатын еді, сен сол басқа елде тұрасың, сол үшін сен сол елдің тілін білуің керек дейді. Сол үшін мен өзім қызығып қазақ достарыммен бірге қазақша сөйлеп бастадым. Ал Арухан Сабырбаева қазақ тілді туған тілім дейді. 2004 жылы отбасымен Қарақалпақстаннан Қазақстанға қоныстанған ол бала күнінен қазақша сөйлейді. Ұлты басқа ұл-қыздарға да қазақ тілін үйретіп жүр. Мемлекеттік тілді меңгеруге ниет білдіретін достарының көп екенін айтады. Орыс, және де Қарақалпақ, өзбек деген сияқты, қырғыз көп. Мен оларға айтамын, жаңа қазақ тілді меңгеріңдер, қиын емес, ондай. Мен сендерге үйретемін, көмектесемін деп. Мен көптеген достарыма үйреттім қазақ тілінде. Олар меңгеріп кетті. Қазір доспыз. Әйтеуір өз қазақ тілінде сөйлейді Қазақстанға келген кезде. Ел мен елді, халық пен халықты байланыстыратын көпірдің бірі де осы тілі. Оны сақтап қалу үшін бір-бірінің тілін меңгеру маңызды. Татулықты ту еткен жастар сол себепті өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген қағиданы ұстанады. Мөлдір Батырбай, Ерлан Амантайұлы, жаңалықтар.